Ассаламу алейкум баршаге. Бүгін сіздермен біргелікте қамледарлық hamda табиғи сақлану, спиралсыз табиғи өмір курсының жұмақлаушы 4-ші сабағы. Так, онда кешегі сабақлықлар бойынша общий жұмақлау жасаймыз. Әр бір нені бір шеттен қайтадан көріп шығу керек. Себебі үш белгі біз сақланатұғын hamda біз қамледар болатығын күнді анықлауымыз керек. Анық шешімменен. Енді картаның сол үш белгісін анық тексересіз. Енді бұл курсымызда хайыз несі келмей, климакс бірдеңе деп, кешігіп, болмасам қандай да бір нарушение болып, сондай болып жүрген болса да, адамның несін бүткіл итібарын дыққатын осы неге қаратқаннан кейін сол хаялда да осы белгілер арқалы хайызы да тіклену мүмкін. Мен көп хаялларда өзім істескеннен кейін олар өзінің жаңағы женский органына деген несі нәзері өзгерді. Нәзері өзгерген жерде уже нәтиже болады. Себебі оның нәзері жақсы емес, яғни кір халатта қап кеткен болады. Біздер өздеріміз білмеген халда жақсы емес нәзерде өзіміздің организмімізге даже сондай көзқараста қап кеткен болуы мүмкін. Ол санамызда болады. Яғни біздер сол органға деген мұнасабатымыз қандай болса, сол бізді сондай етіп көрсетіп береді. Яғни ол хаял өзінің организмін түсініп, бұл сондай дәрежеде бұл курсты оқығаннан кейін сағаттай жұмыс істейді. Бұл мен үшін әрекет етіп жатырды деп қанша хаял ітібарын берсе, бұл курсқа да мінекей өзіне инвестиция кірді, бұл курсты да өзіне алып беру сауға. Енді бұл саламатлығы менен сені қуантырады. Хайызы норма, қамледарлығы норма, туғырық жарайонда ешқандай мынандай нәрселер жоқ. Сондай дәрежеде бұл органда бізде, яғни бұл енді өзіміздің де, яғни бізде перзент болып дүнияға келдік қой, анамыздың женский органы, яғни маткасында, мынау біздердің бірінші үйіміз болған бірінші. Мынау әрбір адамның бірінші үйі. 9 ай 9 күн осы жерде біздердің бірінші үйіміз болған. Соның ұшында үйіңе болған мұнасабат дегенде сенің бірінші өмірге қадем қойған жерің сол сенің үйің болып есептелінеді. Міне өзіңнің ата-анаң осы жерде ұшырасты, мына жерде сен пайда болдың, олардың мехір мұхаббаты нәтижесі сен. Демек енді сен де қыз бала болдың, енді мінекей ана болу арапасындасаң, я болмаса енді келіншексең, бәлкім ана болып та үлгерген шығарсаң, құлласа айтқанда біздердің осы органымыз хамме уақытта сағаттай істеп тұруы, бұл сіздің нәзеріңізге, осы органға деген нәзерді өзгерткен уақытта бұл организм сені саламатлығы менен қуантырады. Көрдіңіз ғой, енді сол үш белгіні анық бүгін және бір мәртебе тәкрарлап өтеміз. Hamda температураны өлшеген уақытта және кеміс құтыларын толтырып кетемін бұл курста. Температураны өлшеген уақытта 1 градусник, яғни және градусниктің да смап несі бар ғой кәдімгі. Сондай көп адамдар сондай пайдаланады. Егер электронный варианты болса 4 цифр болу керек. Мысалы 36-да 5 деп 3 цифрды көрсетеді анандай электронныйлар. 36-да бүтін 5 деп көрсетеді. Олар біздерге не болмайды? Тура келмейді ол. Толық емес та. Мысалы азыр 36-да 10, 36-да 20, 25 шығып атырды, біздерде ол толық болмай қалады. Оның мен өлшемейміз. Электронный 3 цифрлы болса өлшемейміз. Электронныйдың 4 цифрлысы біздер бетте бар ма жоқ па білмеймін. Мен өзіме алдырған уақытымда шетелден алдырған едім. Олар енді Москва, Америка сол жақларда болады. 36-да 15 деп көрсетеді. Енді егер ол жоқ болатқын болса, жаңағы апуай өзіміздің айналы смап неден пайдалансаңыз болады. Бірақ оның да жаңағы ізіндегі таяқшалары әр қайсысын сол неде есаплап барасыз. Жақсылап есаплап жазасыз. Кейін мына картаны толтырып отырып, мына жерінде
әр түрлі неменен пайдалана бермеу керек. Бір күн электронный, бір күн смап, бір күн және біреу дегендей болмайды. Бір неменен өзгерту, бір неменен істесу керек. Мысалы, сізде бір смапты таңладың ба, болды, сол смаппенен сол бір айлық дәуірде. Егер сіз 4 цифрлы электронный тауып атқан болсаңыз, кейінгі картадан бастап қолданасыз. Себебі ол жерде бір айдағы нәрсені сол бір неменен өлшейсіз. Өзгерте бермейсіз, қайта. Бір күн анауменен, бір күн мынауменен дегендей. Һәм смаптаян бір немен пайдаланасыз. Бір не. Һәм ол өзіңіздікі болу керек әрдайым. Өзіңізге сатып алып беруіңізге болады. И 5 дақиқа ұзағы өлшесеңіз, 10 дақиқаға шекем өлшесеңіз болады. Егер ерінбеймін десеңіз, анық мен неғыламан десеңіз, 5-тен 10 дақиқаға шекем, минутқа шекем өлшесеңіз болады. 5 минуттан көрсетеді, 10 минутқа шекем қойып көрің, басы тәжірибеде қандай болады. Ұзағы 10 минут, норма 5 минут. Одан аз болмау керек, 5-тен аз болмау керек. 5, одан өтсе ешкап болмайды, 10 минут қойсаңыз болады. Анық шығарып береді ғой, анық недегі градусты сразу шығарып берді. Қанша температураны шығарады. Енді виделение күн давамында тексересіз. Мысалы, енді азыр күн давамында сіз туалетке барасыз, бәрібір көрінеді ғой, прокладка де көрінеді, неде көрінеді. Күн давамында сізде қандай виделениелер болды, соларды назарат қылып тұрсаңыз болады. Одан кейін гормональный өзгерістер хақында айтаман. Гормон деген сөздің өзі гармония сөзінен алынған. Гармония деген сөзден алынған гормон. Демек, гармония деп көп психологияда оқыған болсаңыз, бұл сөзбен дұрыстасқансыз. Гармония дегені бұл келісім. Гормон демек, біз келіскен жерде гормональный өзгеріс зор болады. Яғни, сен қандайда бір нәрсеменен сыртқы әлемде, енді бұл психологиялық жағына да тәсір етеді. Біз енді организм хақында, міне, организм бұл біздің денеміз. Енді біздердің жаңағы атрафтағы мұнасабатлар менен болған хыс туйғулар бұл біздің психологиямыз деп саналады. Психология бұл сананың ішіндегі пікірлер. Ал енді біздердің организміміз хақында тананың тілін түсіндік. Ал енді сіздерде қандайда бір мұнасабат, ер адамға деген қапагершілік болатұғын болса, демек сен ер адамға қапагершілік болған жерде гармония болмады, гармония болмаған жерде гормональный өзгеріс болды деген сөз. Соның үшін атрафтағы адамлар менен мұнасабатыңызды турлауыңыз керек. Одан кейін гормональный нарушение дегені жаңағы сіз адамларға деген мұнасабатыңыз, ер адамға деген мұнасабатыңыз әммесі жақсы болуы керек. Кейін спортпенен шұғыллануда женский органға пайдасы дейді. Пайдасы бар ма? Мысалы үшін көп адамлар фитнес-клубларға барады, жүгіру машықтарымен шұғылланады. Женский орган жүгіру деген нәрселерді, секіру деген нәрселерді оншелі жақсы көрмейді. Біздерге емес, ол еркек адамларға хас нәрсе. Біздердің женский органымыз майыллікті, жұмсақлықты, жеңіллікті, ибелілікті һәм әстен харекетті қалиды. Секін, не дейді? Тезләшмәген харекетлерді қалиды. Нагрузка. Жүгіргенің, секіргенің женский органға нагрузка. Спорт дейтұғын болсаңыз, спортпенен шұғыллануда мен бәрін айтып кетейін, сіздердің органыңызға қалай қандай. Умуман, сіз мәзза қыладығын, сіз мәзза қылып істейтұғын нәрсенің барлығы женский органға спорт. Мәзза қылып істейтұғын нәрсе. Сіз ауқат пісіресіз бе, мәзза қылып, біреуменен сөйлесесіз бе, мәзза қылып, істеп атырған жұмысыңды мәзза қылып, істемесең женский органға нагрузка. Енді харекет дейтұғын болсаңыз, просто так сайыр, жүру, спорт мінеке. Жүгіру әмес, жүру. Тез жүру әмес, просто так жүру. Спорттың ең несі женский органға просто так жүру. Жеңіл жүру.
Енді жүргенде не болады? Жүргенде қан айланыс болады. Сіздер женский органыңда әнері анандай, мінері мынандай дей бермеңді. Сіздер сайырға шығың, табиғат қойнына шығың. Табиғат қойнына шығып, сайырға шыққан уақытта энергия алмасыну болады. Энергия алмасу деген қан айланыс. Қан айланыс болған уақытта ана жердегі тұрған нәрсе не қылады? Қан менен жуылып шығып кетеді организмнен. Сіздер не қыласыз? Жатып, өйтіп, бүйтіп, дәрі ал деп, сіздер сол органларыңызды дәрі менен ұйқылата бермей. Наоборот, далаға шығып, сайыр қылып, таза хауада, сайыр қылып, әсте ақырлықпенен жүріп, өзіңізге сондай табиғи жолларменен көмектесуге әрекет етіңіз. Сіздер қанша табиғи жолменен организміңізге көмектессеңіз, гормонлар өзі істеп, организміңіз гормон істеп шығаруға көмектескен боласыз. Ал сіз дәрі беріп жатқан уақытта организм гормон істеп шығуына тәсір, яғни сіз не дейді? Халақыт беріп жатырсыз оған. Организмнің жұмысына халақыт беріп жатырсыз. Мысалы, организм сағаттай болып істейтін болса, сіз мына әзір секунд жүріп тұрды ғой бүйт. Секунд ұстап тұрғандай гәп та. Секунд айланбады, жіберіп қалдың, не болды? Бәрібір бұл кеш істейді. Әр не қылғанда сөйте берсеңіз, мына сағат бұзылады. Демек, сағатты сіздер тіллерін ірке бергеніңіз үшін, ол өзінің несін айлануын уақытында айланбағанлығы үшін сіздерде мінеки гормональный нарушение дегені сол. Сіз істеп тұрған организмді өйтуім керек, гормон ішіп сақлануым керек, спираль салдыруым керек, өйтуім керек, бүйтуім керек деп жатқан уақытта сіз организмнің жұмысына сырттан араласып жатырсыз. Яғни оны тоқтатуға әрекет етіп жатырсыз, ұйқылатуға әрекет етіп жатырсыз. Соның ұшында ол гормонларды істеп шығаруда сізге нәтиже бермейді. Яғни ол насауғламлық болып сіздің организміңізде әксін көрсетеді. Одан кейін әксін көрсеткеннен кейін сіз және оны дауалауға әрекет етесіз дәріменен. Вообще ол не қылады? Вообще сізге және күштірек диагнозды көрсетеді. Ол уақытта бұл артықша болады. Оны өйтіп жеңіп кете алмайсыз. Яғни мынау сіздің ішкі халатыңызда болып жатырған нәрсені сіз сырттан іздейсіз. Ол сыртта болып жатырған жоқ, сіздің ішкі халатыңызда болып жатырды. Біздердің өзі әлемге келгендегі миссиямыз ішкі дүниямызды кеңейтіру. Бұл әлемге келгендегі мақсатымыз. Ішкі әлемді кеңейтіру дегені ішкі әлемді кеңейтіп таза сақлау. Яғни бұның ішіне, ішкі әлемнің ішіне біздердің ішкі органларымыз кіреді. Ішкі орган сыртта саған нандай болып жатыр, сен нандай біздерде нарушение болып жатырды, мынандай жерде бұзылыс болып жатырды деп көрсетсе, соны біз дәріменен дауалауға кірісіп кете бергенбіз. Ол саған қателік болып жатырғанын, соны туырлауды, себебін туырлауды айтса, біз дәріге жүгіріп кете бергенбіз, оны білмегеніміз үшін. Енді жаңағы гармонияға келтіру, қапагершілік бар ма, басқасы бар ма, барлығын жазып, шығарып таслау практикасы 6 бет, 8 бет, 10 бет, қалесеңіз 20 бет, шексіз ол. Ішіңіздегіні жазып, күнде сол ішті тазалап тұру керек. Сол уақытта сенің қапагершілігің сол маткіңе барып жайғаспайды. Қапагершілік бір тұйғу ол. Ол тұйғу не қылады? Көз арқалы шықпайды, тіл арқалы шықпайды да, қапагершілік барып, сол женский органға барып жайғасады. Егер еркек адамға нафрат болса, женский органға, туған туысқандарыңа, не дейді ғой, бауырым дейді ғой, бауырыңа, туған туысқа бауырда бар ма? Демек, бауыр сол. Қапагершілік жағы налу, ашыну дейді ғой, солар өтке барып не қылады? Өкпелеу өкпеге келеді. Жүрегіне ала беру жүрекке. Әмме тұйғулар өзінің организмін тауып алады дегенім. Сол. Яғни іштегі негативлерді көтере берсе, ішекте алып жүре берсе, ол мусор болып кеткен хыс тұйғу, айтылмай қалған сөз, қапагершілік, ұмыта алмайды, жібере алмайды, ол ішекте қалады. Мусор ол. Мусор ішекте жиналады. Одан кейін сөйтіп ол қойып жібермегеннен кейін
Әр түрлі нәрселер пайда болады. Енді ішектен бекарға айтпадым, ішекте қату нелер болатұғын болса, соны психологиялық жолменен де тазалап қағазға жазып шығарып тастаң. Не үшін? Себебі ішектер 8 килограммға шекем өзінде ахлат жинайды. 8 килограмм ахлатты ол не қылады? Сыртқа жібермейді, ұмыта алмайды. Мида ол жібермеген үшін ішекте оны ұстап тұра береді. Ішек ұстап тұрғаннан кейін ол жерде газленіп, ол не қылады? Захарды қанға таратады. Қан некачественный болғаны үшін сенде хамледарлық кешіге береді. Көрдіңіз ғой, мен общий гормональный нарушениені айтып отырмын бүгін. Мына жақты түсіндік. Енді гормональный нарушение, ішек таза болса, қан таза болады. Қан таза болса, бала тұрады. Іште қату болып ол қанға беріп тұрғаннан кейін, қан жақсы емес болғаннан кейін баланы ұстамайды ол. Баланы көп түсіріп қоя береді, өйтеді, бүйтеді дегені іш қату менен байланысты. Іш қату менен байланысты болса, сізде балаға да несі бар, оның балалы болған жағдайда да, баланы көтеруге де, хаммесіне. Іште ақылат тұрмау керек. Күніне нормада 2 мәртебе, зор дегені күніне 3 мәртебе, кем дегенде 1 мәртебе үлкен дәретке шығу керек. Адамның ішіндегі жеген ауқаты жегендей сағаты менен, мезгілі менен шығып тұру керек. 3 мезгіл ауқатланатын болсаңыз, норма, зор, актив істеп тұрды дегені 3 мезгіл үлкен дәретке іш келу керек. Әне сол уақытта сіздің қаныңыз да таза, сол уақытта сізде іште мусор болмайды, сол уақытта сізде әр түрлі іш қатулар болмайды. Әне қаныңыз таза болған жерде хамледарлық дәуіріңіз жақсы өтеді. Ішегі таза адамның жүзлері жылтырап, тынық болады, өзінде вес жинамайды. Норма болады, әммен нәрсесі. Және не айтаман дебен бұл курста. Так, одан кейін ядыма түсті. Хаяллардың мынандай несі бар. Мен көп не қылғама, бүйтіп алады, күйеулерінің тұқымының качествосын тексеруді вообще қоя қойын. Күйеудің тұқымының качествосын тексеріп атырсыз, өйтіп атырсыз, бүйтіп атырсыз. Сіздердің кешегі дәуіріңіз бар ғой, міне. Кешегі дәуір мынау. 4 фәсіл. Ал енді сіздер тұқымнан екен, өтен екен, бұннан екен деп атырсыз ғой, құрғақ уақытта барып қалған уақытта қандай күшлі болмасын, мына жерде ол өне алмайды. Күйеудің тұқымы бір зат деп атырсыз ғой. Дихан зор сапалы шетелден тұқым әкелді, құп құрғақ кеуіп тұрған құм атызға екті. Құм, мынау типі құм кеуіп қалған кесек. Мына жерде кесек бар ғой, міне. Кесеклерді мәкеп қоптан көрсету үшін. Кесек кеуіп атыр, міне. Организм ұсындай болады. Кеуіп кесекке, мынау кесек енді майда топырақ болатығын болса, сол топырақта мына жерде өне ма. Міне, сілерге кеуіп, мына жерде кебу халат. Бұл жерге су құймасаң, ол өспейді. Организм, хаялдың организмі енді қарап көрің. Сусызлықта тұрды, құрғақ мәусімі басланды, құрғақшылыққа тұқым егіп бола ма? Болмайды. Яғни енді бұл жерде еркек адамның тұқымы бірдеңе емес. Хаял адамның мәусіміне туырып келгенде ғана зор болады. Енді еркек адамның тұқымының күшлік, күшсізіне, сілер тексерген уақытта сондай болды ғой, бұндай болды ғой дегенде, сіз өзіңіздің өмірлік жолдасыңызды слабый деп біліп тұрған аксіңізді көріп тұрсыз. Сіз өзіңіздің аксіңізді көріп тұрсыз. Міне. Мынау сіз, мынау дюал. Бұл сіз, сіздің ішіңізде еркек адамға слабый деген диагноз қойып программа тұрды. Өзіңіздің программаңызды күйеуіңізде көріп тұрсыз. Соның үшін менің ер адам деген, беккем шаңырақ деген дәптерім бар. Оны көрсетіп жіберейін.
мына үлгі дәптерді гормональный өзгеріс дегендегі ер адамға қапагершілік болса, ер адамның тұқымы бірдеңе деп жүрген болсаңыз, соны туырлап береді. Мынау ер адамға деген ішкі, мына жердегі өзіңіздің ішкі дүнияңыздағы программаларыңыз мынау туырлап береді. Сол уақытта мына жерде еркек адамның күшін сіз пұлға да, жұмысында да, тұқымында да, денсаулығында да, әмесінде басқаша әкс көресіз. Себебі сізге мына жерге басқаша программа орналасты. Кейін өзіңіздің организміңізге жақсылап мехір бересіз. Әр күні сипалап, ұсыны менің баламды дүнияға әкеп бергенің үшін, сенің сау саламат болғаның үшін, маған өмір сыйлағаның үшін деп өзіңіздің женский органыңызға мехір бересіз. Женский органда біз органларымыздың анасымыз да, бізден ітібар күтеді. Мысалы, сіздің әрбір органыңыз сіздің әрбір балаңыз деп тәсәуір қыл. Қайсы балаға сіз ітібар бермей қойдыңыз? Постоянно сіз бас киім әпересіз, перчатка әпересіз, мысалы әртүрлі ауқатлар жейсіз, өтесіз, дуки сеуесіз, бірдеңелер аласыз. Әрбір организм өзіне керегін алып жатырды. Ал енді қазір женский орган не алып жатырды? Ол сіздің сол үйіңізде үймелеп, шүмелеп жүрген балаларыңызды дүнияға әкеліп, сізді аналық бақыты менен сыйлаған орган. Ол хаялыңызды ашып беретін нәзік орган. Ол сол органға бүгіннен басылап мұнасабатыңыз айрықша болсын. Оған қандай нәрсе керек болса, сіз әрдайым сол нәрселерді таппа-тайын берсеңіз болады. Оны күтіп, әлпешлеп, не дейді? Өмірде әрбір организміңіз қалай күтсеңіз, оны да солай күтің. Қазір аласыз ғой бетіңіз үшін, аласыз. Бетіңіз үшін алғанда оны біреу үшін аласыз, сұлу көріну үшін аласыз. Себебі женский орган ол көрінбейді. Қандай дәрежеде болса, мысалы, ол нәрселер әртүрлі, енді оны айтпай-ақ қояйын, әртүрлі диагнозлар менен жүрген хаяллар бар. Демек, бұл хаяллардың сондай дәрежедегі диагнозлары бұл өзінің женский органына деген құрметі. Әртүрлі анау бар, мынау бар дейді ғой. Енді оны еслегімде келмейді, расы өздеріңізден білесіз, ол органларда қандай нәрселермен жүргенін. Бұл дегені нәтижесі ол хаялдың. Күтпегені, өзіне ітібар бермегені, сол орган одан не сұрап жатыр? Мехір, мұхаббат сұрап жатыр. Ол органға деген несін, пікірлерін туырлауын сұрап жатырыпты. Ол мехір беруін, оның нәзері қарауын сұрап жатыр. Әйні сіз бұл курста отырып, сол органға деген нәзерлеріңіз өзгеріп жатыр. Сіз сол органның ішін көріп шықтыңыз, қалай болады, қалай қояды. Міне мына жерлерде трубаларыңыз бар, гармонлар мына жерде істеп шығарылады. Мінекей біздердің гармонларымыз. Тұқым данамсы жерде шығады, келін шығып, мына жақтан күйеуімен ұшырасып, мына жерде перзент дүниеге келеді. Бұл жаңа клетка пайда болады мына жерде, жаңа тұқым, жаслық, жас нәлше өсіп жатыр ғой. 12 ай давамында сізді наоборот жасартып кетеді ол. Мына ерлердің барлығын кеңейтіп, өтіп кетеді, бүйтіп кетеді, әр баланы туа берсең кеңейіп қалады деген, олар да программа. Ешқандай болмайды, мен өзімде көрдім, мына нәрселердің барлығы қалай болатұғын болса, сол халатқа қайтқан. Себебі менде білім болғаны үшін. Мына жерлерде ұлыма өзгеріс болмағандай, енді мына қарын не дегенлерде жыртылу, тыртық, мынандай не деген нәрсе вообще із жоқ ондай нелерде. Себебі менде білім болғаны үшін. Бұларды түсіндім, олар айтып жүрген нәрселердің барлығы кімлердің бізге өткізген өтірік программалары. Енді бізде о нәрсе істемейді, ол да істеген болса, ол қандай да бір өзінің мұнасабатына жараса, ол сол нәрсені аған енді бізде балалы болсын, сондай болады екен деп біздерге өткізген. Мен ол программалардың барлығы менде тазаланып кеткен. Соның ұшында менде қазір ұсы білімлер, саф таза білімлер, зерттелген таза білімлер тұрғаны ұшында менде сол программалар істеледі. Һәм өзімнің ітібарым, нәзерім қанша $1,000,000 болса, бұл нәрселерді өзіме алып бергенім үшін менде ондай нәрселер болмаған.
Ал енді осы білімдерді алып бере алмай жатқан адамдар бәрібір төлеп жатыр. Дәріге төлеп жатыр, анаған төлеп жатыр, қиналып жатыр, спираль салдырып жатыр. Құлас айтқанда мен тәбиілік дегенде маған жерден спираль салдырасаң дегеннен көре білімін алып, бұны 1 жыл зерттелсең, сөйтесең, мәйлі, 2 жыл ақ күтейін. Зато мен ана жерге барып, темір салдырып, ондай-бұндай деген нәрселерден аулақ болсам болды. Маған тәбиілікте қанша шұғылдан десем шұғылданамын, бірақ анандай нәрселерге мен барғым келмейді. Тәбиілікке қаттыға жақын болғаным ұшында осы білімдер менің өміріме кіріп келген. Енді өзіңнің өміріңді өзің қадірлеу дейді ғой. Өзің қарар шығарасаң да, мен тәбиілік тараптарыман десең, тәбиілік білімдер саған келе береді. Яқ, мен организм болды, мен спираль мекен туғаннан кейін болды, спираль бар. Дейді, әмес топыр барады, сол спираль салдырып келеді. Енді бұл дегені сен врачларға, адамларға өзің тапсырып қоймайсың ғой. Сенің организміңді сеннен басқа ойлайтын адам жоқ ал. Сенің организмің біреуге қызық емес ал айтайын. Сенің организмің тек өзіңе қызық. Менің организмім менің өзіме қызық. Көрдіңіз ғой? Соның ұшында біреуге тапсырып, біреу шешім береткен, ол сондай екен, ол бұндай екен емес, сіз басқа тұрың. Оған жан ашыры да, басқа тұратұғын да, оны ойлайтұғын да, бұл сіз. Мына организмлер сізден әтібар күтіп тұрыпты. Сіз бұл организмді кім болса соған, мынау мекен, гормон ба, іш, тағы бір нәрсе деп, ондай тапсырып қоймау керек. Бұған жақсы нәзерде күтімменен кереклі нәрсені керек уақытында берсеңіз, сізді бұл қуантыра береді. Енді онда температураны айттық, түсіндіңіз мына жерде. Бұны толтырып келдіңіз, хайызды толтыруды үйрендіңіз, ажыралмаларды үйрендіңіз. Ажыралма деген выделение ғой, Мұқтары, ажыралма мұқтары мына жерде тұрыпты, бәрі әр түрлі. Реңлері, нелер жазылған, соларды қай жерге жазатұғын білдіңіз ғой. Жынсы яқылликларда мына жерге жазып кетесіз. Мына жерде унымдарлық күлләрі деген бар мына жерде. Мына жерден бір катакша жоғарыда унымдарлық күлләрі деген жер бар. Сол жерде мынандай етіп бояйсыз. Өздеріңіздің өнімдарлық күніңізді табасыз ғой. Сол жерде мынандай 4 фасылға бөліп дегенде сізде өнімдарлық күнлері мысалы нешесіне келді? 25-нен 30-на шекен бе? Жазды табасыз. Мінер жаз болатұғын болса, жасыл сізге мінерге түседі. Мінерде болуы мүмкін, міняқта болуы мүмкін. Мына жерде менде хайыз әммеге белгілі, хайыз өзін көрсетеді. Унымдарлық күллері деген жер бар ғой. Жазып қойыпты. Сол жерде мына жерде хайыз нешінші күн келді. Сенде 10-нан 15-не шекем келген болса, мына жерде хайыз болады. Қызылға бояйсаң 10-нан 15-не шекем дегенді. Одан кейін мына жерде бәхар болады. Уже хайыз мына жерде қай жерінде болса, оның ізі бәхар былай-былай кетеді. Хайыз айдың аяғы болатұғын болса, ендігі айдың басы бәхар болады. Жаз тауасаң, күзді тауасаң, сөйтіп қалемменен бояп, мінер, менде мына маусым болған деп анық жұмақ шығарасы енді картаға. Енді мынандай екен деген мына картаға түскен уақытта, мына карта сенің 1 айлық неңді көрсету керек, тәжірибеңді. 2-ші айлық картаңда ұмуман басқашалау болады. Тәжірибелерек болғаннан кейін сағаттай күніне туры кеп бара береді. 6 ай 1 жылдың ішінде профессионал дәрежеде 100% сенің организмің хақында карта сөйлеп тұрады. Менде мына уақытта мынандай болған деп та. Неге? Кейін мына жерде харораты, анық харорат қашан көтерілді? Мына жерде 1 айлық нені толтырып болдың, содан кейін жұмақ шығарып кетесіз мына жерге. Ертең жұмақты кейінгі картада мына жерден салыстырасыз. Көтерілген күн, резко скачок болған күнді жазасыз мына жерде. Көтерілген күн деп қойыпты ғой. Тананың менде сәл көтерілді. Сол көтерілген күнді не қыласыз? Сөйтіп ажыралманың чоққы күні нешесі соны жазасыз. Мына жерде пайда болады ғой, ажыралманың чоққы күні мына күні болды.
мынандай качественный выделение деген уақытында мына жерге жазасыз пәлендей число деп жазасыз.